бір-бірлеріңді күндеп көре алмаушылық қылмаңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Уәлә тахасаду. Бір-бірлерін көре алмаушылық жасап, анау менен озып бара жатыр, мынау менен кетіп бара жатыр, мен қайда қалып бара жатырмын. Өзі көре алмаушылық, жарысу деген нәрсе рұқсат етілген шариғатта, бірақ екі-ақ жағдайда ғана. Қызғаншақтық деген нәрсе бар ғой. Екі-ақ жерде ғана рұқсат етілген, қалған еш жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған рұқсат етпеген. Я білесіздер, біріншісі кім дейді? Алла кімге дүние берсе дейді, қараңыздар. Алла кімге мал берсе, соны күндіз де, түнде де Раббысының жолына жұмсай алса, міне сол кісіге ғана қызығыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кісіге қызғану, айет деген ай, сол сияқты бола алмай кетеміз ба деп, Омар ибн Ал-Хаттаб Абу Бәкірге қызыққан сияқты, қызғанған сияқты істесеңдер болады дейді. Радиаллаху анхум аджмаин. Я, мынау ол қалай десе, күндіз сұрап келген адамға ол күндіз Алла үшін бере алады дейді. Түнде сұрап келген адамға да не деп айтады? Қойшы, ұйықтап жатыр мене, түннің ішінде хабарласып адам жоқ. Түннің ішінде де ол Алла үшін не істейді? Бере алады дейді. Каспийін ашып береді, тарсына қиналып жатсың ба деп, Алла разылығы үшін бере алады дейді. Күндіз де, түнде де Алла мал берген кісі Алла жолында жұмсаса, сол кісіге қызық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және кімге Алла ілім берсе дейді, соны күндіз де, түнде де шәкірт шығарып, тәрбиелеп адамзатты туралыққа бастап жатса, сол кісіге қызық дейді. Міне екі адамға ғана қызғаншақтықпен, қызығушылықпен қарауға ғана рұқсат шариғатта, қалғанына рұқсат жоқ.